Абай Құнанбайұлы 23-ші қара сөз. Біздің қазақты оңдырмай жүрген бір қуаныш, бір жұбаныш дегендер бар. Оның қуанышы елде бір жаманды тауып, я бір адамның бұл өзі қылмаған жаманшылығы шықса қуанады. Айтады, Құдай пәленшеден сақтасын, о да адаммын деп жүр ғой. Оның қасында біз сәулелі кісінің бір емеспіз бе? Оған қарағанда мен таза кісі емеспін бе деп. Оған Құдай тағала айтып па, пәленшеден тәуір болсаң болады деп. Я, білгендер айтып па, әйтеуір өзіңнен наданшылығы асқан, я жаманшылығы артылған кісі табылса, сен жаманға қосылмайсың деп. Жаманға салысып жақсы бола ма? Жақсыға салысып жақсы болады дағы. 100 ат бәйгеге қосылса, мен бәйге алам деген сөз болса, алдында неше ат бар деп сұрар, артында неше ат бар еді деп сұрағанның несі сөз? Мен 5 аттан, 10 аттан ілгер едім дегеннің несі қуаныш? Енді жұбанышы жалғыз біз бе? Елдің бәрі де сөйтіп ақ жүр ғой. Көппен көрген ұлы той, көппен бірге болсақ болады да деген сөзді жұбаныш қылады. Оған Құдай тағала айтып па, көптен қалмасаң болады деп, көпке қаһарым жүрмейді деп, көпке тұзағым жетпейді деп пе? Ғылым көпке келіп пе, біреуден тарап па? Хикмет көптен тарай ма, бірден тарай ма? Көпке қорлық жүрмей ме? Бір үйдің іші түгел ауырса жеңіл тие ме? Жер білмеген көп адам адасып жүрсе, бір жер біле тұғын кісінің керегі жоқ па екен? Көп кісі жолаушының бәрінің аты арығаны жақсы ма? Жоқ, жарымы арыса, жармысының күйлісі жақсы ма? Жұт келсе, елдің бәрінің түгел жұтағаны жақсы ма? Жарым-жартысы аман қалғаны жақсы ма? Осы көп ақмақтың бір ақмаққа несі жұбаныш? Тұқымымыз бен аузымыз сасық болушы еді деген жаман күйеу қалыңдығын жеңіп пе? Көңілін сол сөзі разы қылуға жетіп пе? Ендеше көбіңнен қалма, сен де аузыңды сасыта бер деп пе? Абай Кунанбаев. Слова назидания. Слово 23. Есть одна радость и одно утешение, которые проклятием висят над казахом. Радуется он, встречая скверного человека или видя чей-то дурной поступок, которого он сам не совершил. Радуется и говорит: сохрани нас, Аллах, от такого-то, ведь и он считает себя человеком. Рядом с ним мы, люди совсем чистые, совсем светлые. Разве Аллах сказал, что ему достаточно быть лучше такого-то? Или, может, умные люди пообещали, что он не будет зачислен в плохие, коли разыщет человека, превосходящего его в невежестве и порочности? Разве станешь лучше, равняясь на мерзавца? Добру учатся у добрых людей. Можно понять того, кто на скачках приходит первым или интересуется, сколько еще лошадей впереди него. Но какой смысл спрашивать, сколько скакунов осталось позади? Какая радость знать проигравшему 5 или 10 скакунов он обогнал? В чем казах находит утешение? Он говорит: не мы одни такие, все так поступают, не следует выделяться, лучше быть с большинством. Той, который празднуешь со всеми, самый большой той. Разве Аллах велел ему существовать только в толпе? Или Аллах уже не властен над толпой? Или у Всевышнего не хватит оков на толпу? Разве высокой наукой овладевает любой человек, или она под силу лишь единицам? Может, люди все до единого одарены гением, или гениальность осеняет только одного из 1000? Разве толпу нельзя унизить? Разве будет легче от того, что половину людей поразит недуг, а другая половина останется здоровой? Разве не нужен один человек, хорошо знающий местность, когда 1000 блуждают, не зная ее? Что лучше для путников, если разом оголодают все лошади, или будет сытой хотя бы половина их? Что лучше, когда пострадает от джута весь народ, или уцелеет хотя бы половина его? В чем утешение одному дураку от того, что рядом находятся 1000 других безмозглых? Покорит ли невесту негодный жених, заявив, что у всего его рода дурно пахнет изо рта?
Утешится ли невеста, узнав, что не только ее суженый обладает этим изъяном?